Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Менің аты жөнім Абзал Достияров. Осы Алматы қаласының 4-ші сайлау округінен мәжіліс депутаттығына үміткер ретінде тіркеліп, қазір додаға түсіп жатырмын. Қазір елдің арасында жүріп, осы Алмалы, Жетісу, Түрксіб аудандарында жүріп, үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп, елдің әл-ауқатымен, елдің әлеуметтік жағдайымен танысып, түйткілді мәселелерді көрсетіп жүрміз. Дәл қазір біз мынау Төле би даңғылының бойында тұрмыз. Төле би даңғылының бойында бәріңіз білесіздер, бұл Алматыдағы ірі даңғыл. Осы көшенің бойындағы жайма базарларға, елдің арасында жабайы базар аталып кеткен жерге келіп, халықтың әлеуметтік жағдайының шын мәнінде қалай өмір сүріп жатқандығын көрсетпекпіз. Қазір осы жерге барып, шын мәнінде қалай екендігін түсіретін боламыз. Мынау Төле би көшесіндеміз. Төле би көшесінде міне тұрғын үйлердің жанында тұрмыз. Мына үйлер тұр. Былай қарасаң, бәрі жақсы сияқты. Бірақ қазақта сөз бар ғой, сырты бүтін, іші түтін деген. Мына үйлерде адамдардың барлықтары несиеге жегілген, қиын жағдайдағы, осы Қазақстандағы өмір сүріп жатқан адамдар. Енді мынау дәл осы үйлердің түбінде, мына жерді қарасаңыз, елдің арасында жабайы базар аталып кеткен, жайма базар. Яғни адамдар қолданылған, тұтынылған киімдердің, киілген киімдерді, заттарын осы жерге сатуға мәжбүр. Бұл Қазақстанның 30 жыл бойы Назарбаев билігінің, қазір жалғасып отырған Тоқаев билігінің Қазақстан халқын қалай ұстап отырғандығы туралы. Шынайы көрініс дәл осындай. Мынау Төле би көшесінің бойындағы тұрғын үйлер, мынаның барлығы енді жаңадан салынған үйлер болып есептеледі. Бірақ өздеріңіз көріп тұрғандай, сұрықсыз жаңа үй деп айтуға ауыз бармайды. Және осы үйлердің атақты бәріңізге белгілі Төле би даңғылының бойында осындай жағдай. Яғни 90-шы жылдардағыдай. Естеріңізде болса, киноларда қарасаңыздар, 90-шы жылдарда тәуелсіздік енді алған кезде елімізде осындай жағдай болған. Қазір дәл солай. Арада 30 жыл өтсе де, оны адамдар киген, яғни киілген киімдерді, қолданған заттарын осы жерге сатып, күн көруге мәжбүр. Міне. Бұл осы қазіргі 2023 жыл мамыр айы, бүгін 12 наурыз айы 2023. Өздеріңіз көріп тұрғандай, елдің барлықтары осы заттарын сатылымға қойып күн көруде. Назарбаев билігінің бізді жеткізген жері осы. Орасан зор байлығымыз бола тұра, 20 миллион халқымыз бола тұра, яғни 20 миллион деген Ақтөбелінде ғана Қазақстан халқын осындай кедей жағдайда өмір сүріп отырғанына Назарбаев билігі тікелей кінәлі. Және Назарбаевтың ізбасары Тоқаев билігі. Міне, қандай жерде отыр? Мұның өз бір базар болса жарайды. Мына жердің барлықтары міне ешқандай жағдай жоқ. Мына жердің бәрін қазып тастаған. Міне, дамыған 30 елдің қатарына кіреміз, 50 елдің қатарына кіреміз, 2030-да барысқа айналамыз деген Назарбаев халықты осындай жағдайға жеткізді. Мына адамдардың ешқайсысы жетіскеннен осы жерде шығып киімдерін сатпаған жоқ, үйіндегі бүкіл дүние мүліктерін қолдан келгенше күн көріс үшін. Тіпті бұл адамдардың базарда тұруға мүмкіндігі жоқ, яғни базарда орын алып, сол жерде жалға алуға, сол жерге яғни арендаға ақша төлеуге жағдайы жоқ. Және бұлар жетектен текке отырған жоқ. Адамдар келіп қарап жатыр, алып жатыр. Яғни сұраныс бар. Осы жерден келіп, адамдар өзіне керегін алады. Және бұл енді тек қана мына басымен мына басына көз жеткізе алмайсыз. Ана жақтан басталған, қараңыздар. Және соң жоқ. Міне, бұл тек қана осы жерде ғана емес, Төле би бойында, Розыбакиев көшесінің бойында, әрбір базарлардың маңайында осындай жайма базар бар. Оны халық арасында жабайы базар деп атап кеткен. Бұл халықтың бүгінгі күн көрісінің шынайы келбеті қалай өмір сүріп жатқандығы. Яғни біздің анау теледидардарда, ұлттық арнада, хабарда айтқандарында емес, бүкіл тұтынатын дүниенің барлықтарын адамдар осы жерге келіп алуға мәжбүр, арзан бағада. Және осы кісілер осы жерге шығып, күннің суығында, ыстық күндерде, жаңбырлы күндерде осы жерде тұруға мәжбүр. Сондықтан біздің айтарымыз, біз осындай жағдай болмас үшін, елдің жақсы өмір сүруі үшін міндетті түрде жемқорлық болу керек. Жемқорлықты жою керек. Жемқорлықты жоймай,
саяси реформа жасалмай, халықтың әлеуметтік жағдайы дұрысталмайды. Сондықтан біздің айтарымыз күресу керек. 19 наурыз күні Алматы қаласының Алмалы, Жетісу, Түрксіб, осы 3 аудандарынан мен мәжіліс депутатына түсіп жатырмын. Осы аудандардың тұрғындарын маған дауыс беруге шақырамын. Парламентке барып, парламентте шындықты айтып, мынау халықтың мұң-мұқтажын айтып, сол жерде жақсы өзгерістерге, яғни саяси реформа жасауға, Назарбаевтардың ұрлаған ақшасын қайтарып елге жақсылық жасауға, мына адамдардың барлығының әрқайсысының басында несие бар. Осылардың барлығын біз несиесін кешіріп, бір рет еңсесін тіктеп, осы халыққа жағдай жасауымыз керек. Міне, көз жетпейді мына жерде жайма базарларға. Мына жақтан басталады. Міне. Сондықтан ардақты ағайын, халықтың шынайы күнкөрісінің деңгейі, әлеуметтік жағдайы дәл осындай.